Менің кино көргенді өте жақсы көретінді білесіздер. Ал егер ол кино тарихи болса, тіпті ішкен жерге қоямын. Томирис шықты деп жүгіріп барып, кассадан қазақша 2 билет бар ма деп сұрадым. Олар болса, орысша, қазақша субтитрмен деді. What the fuck is this? Деп ағылшынша сайрап берсем, қыздар I don't know дейді. Шамалы логикама жағдайды түсіндіре алмай, настроением нәскиден түсіп кетті. Сосын постерден Джокерді көрдім. Оның да жағдайы мәз емес сияқты. Сабақтан соң досым екеуміз соған барамыз деп шештік. Машинамен жүріп келе жатқан кезде бағдаршам өшіп қалды. Жолдың ортасында. Мое ощущение — полная беспомощность. Маңырап қалдық қой. Ешкімге жол бергісі келген жоқ. Сол жерде қойып тұрдық біраз. Жарайды. Әйтеуір қаншама сағат 10 минут тұрып сауда үйіне жетіп келдік. Экскаваторға міндік, соң жағында осылай түсесің. Қарнаш болған соң тамақ шектеп Бургер Кингқа бардық. Кел қазақ. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқатарын айтыңдар. Ой, маған сол. Киноханаға кірдік. 15 адам отыр екен. Ортасында пират камераға түсіріп отыр. Кедергі келтірмей, шетіне отыра кеттім. Ал киноның өзіне келсек. К сожалению, эта история мало похожа на комедию. Скорее, это трагедия. Көп болды. Бұндай драма көрмегелі. Өте атмосфералы. Артур Флекқа қарап, Түрін қараш, аштан өлген сияқты. Онда тірілтіп алайық. актерлық ойын өте керемет. Кейіпкер андай бар ғой, бір сопереживать етіп, соның орнына өзіңді қойып дегендей болды. Ал бұл деген киноның сапалы екендігін білдіреді. Сказать, что он меня удивил, значит ничего не сказать. Операторлық түсірілім де көздің жауын алды. Биді айтсаңшы, ертең жексенбіде тойда осылай билейін. Лентада өткір әлеуметтік жағдайлар мен ортаның адамға деген әсерін толыққанды көрсетілген. Көріп болған соң ұзақ ойланып үйге қайттым. Ал сіз осы Джокерді немесе Томиристі көрдіңіз бе? Жазып қалдырыңыз. Кездескенше. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию.